Министр неге келмейді дейді. Ол министр келгенде бана өзіңіз айтқандай сөйтіп дайындап қояды. Ол келеді да кетеді. Сосын бардым дейді. Ол дейтін жұмыс жасайтын орган. Министр сол ауылға апарып жаңағы тұрғызып қойса. Енді не істейміз? Қайырлы күн, Серік Сәрсенұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Иә, осымен кезекті сессияны аяқтап, енді аманшылық болса, елге қарай сапар шегейін деп жатсыздар ғой, иә? Иә. Тек ел емес, өңірлерді аралаймыз. Аймақтардың барынша қолымыздан келгенше, уақытымыз жеткенше аралаймыз. Осы сессияның кезіндегі көтерген сұрақтарымыздың нәтижелерін. Жалпы осы аймақты аралау деген қаншалықты керек нәрсе мәжіліске? Енді мысалы бүгін ақпарат деген ешқандай араламай-ақ бүгін TikTok-тан түсіп жатыр ғой негізі. Әлеуметтік желіде жазып жатыр. Бір жерде қазір бірдеңе бұрқ ете қалса, осы соң бір 2 минуттан кейін естисіздер. Жалпы осы аймаққа шығу, аралау деген дәстүрді тоқтатып, осы жиналған мәселені тікелей шешумен айналысуға болмай ма қазір? Мен ойлаймын енді. Қалып кеткен бір неме, дәстүр ме? Жоқ, қалып кеткен дәстүр. Мен ойымша депутаттар өңірлерді аралауы дұрыс деп ойлаймын. Неге сен қанша дегенмен бана бүгінгі уақытта бана президентіміз айтқандай диванный критиктер дейді ғой. Жаңағы сіздің айтып отырған 2 минуттан кейін шығып жататын ақпараттардың ол сізге келгенше неше түрлі ракурспен келеді. Рас өтірігін анықтап па? Неше түрлі ракурспен келеді. Ол жазғысы келген адам былай жазады. Бір нәрсені, бір адамның қылығын жақсы қылып көрсету болады. Тап сол қылыпты жаман қылып айтуға да болады да. Сол сияқты бар өз көзімен көрген дұрыс. Негізінде мына үкімет басқару структурасы негізі дұрыс қой. Біздер ойлаймыз да мына өкілетті органбыз ғой. Сосын атқарушы орган бар да. Атқарушы орган мына жұрттар айтады, министрлерге, әкімдерге неге араламайсыңдар, неге келмейсіңдер дейді. Олар мен ойымша жұмыс жасау керек. Тек мына өңірде жүрген депутаттардың барып келген халықпен тығыз жұмыс жасайтын адамдарды тыңдаса, солардың айтқандарына, солардың көргендеріне, солардың жазғандарына реагировать етіп, солармен шын организм, тірі организм болып жұмыс жасайтын болса, сол кезде мен ойлаймын бір эффектлер бар. В общем, самолетпен ұшып келіп, қара джипқа отырып алып, министрлердің айтам да, дайын тұрған адамдармен сөйлесіп, бәрі жақсы, бәрі күшті деп қайтып келген, ол дұрыс емес дейсіз ғой? Ол тіпті жаңағыдай айтып отырмын, халықтың өзі де кейде түсінбейді, министр неге келмейді дейді. Ол министр келгенде өзіңіз айтқандай сөйтіп дайындап қояды. Ол келеді да кетеді. Сосын бардым дейді. Ол дейтін жұмыс жасайтын орган. Министр сол ауылға апарып жаңағы тұрғызып қойса. Кім жұмыс жасайды онда? Ауылға апарып бір жұма сол ауылдың өмірімен өмір сүргізіп, мәселені өз көзімен көретіндей қылып. Енді ол арман ғой негізі. Ол ауылдарда дейтін әртүрлі ғой енді. Бір ауылдар жақсы болды. Жоқ, мен айтайын деп отырған бүгінгі министрлердің көбін айтым да. Министрдің көпшілігі олар ауылдың шаңын, ауылдың батпағын көрмеген, болашақты бітіріп кеп, Англиядан кейін кеп, мына жерде шіреніп отырған министрлер, жасырып жабатын ештеңесі жоқ, ағылшын тілін білдім екен деп шіреніп, жаңағы елдің не айтып тұрған бұл балалардың көбі түсіне қоймайды. Сол үшін айтып отырғаным ғой мен, Серік Сәрсенұлы. Жоқ, енді халыққа жақын болған дұрыс қой, министр болғанда да. Негізінде депутаттардың елдерге аралағанда ол үшін дұрыс деп ойлаймын мен ойымша. Мысалы, сіздің әріптесіңіз Атыраудың азаматы Әділ, фамилиясын айтыңызшы. Жұбанов Әділ, иә, өткен аптада жақсы мәселе көтерді. Самұрық қазынаға байланысты. Самұрық қазынамыз бүгін үйдің ішіне тігілген үй. Ешкімге бағынбайды, ешкімнің алдында есеп бермейді. Оның өзінің есебі өзінде қаржыландырады бір спорттық бір шараларды қарасаңыз, сыртында Самұрық қазынаның логотипі тұрады. Өз еркі өзінде ол спорттық жаңағы спорттың түрлері бізде болды ғой, жаңағы велосипед, тағы басқа бір 180 түрін қаржыландырады. Мысалы, ол керек па керек жоқ па оны сұрап атқан жоқ қой. Сол осы жаңағы Жұбанов Әділ әріптесіңіз өте жақсы мәселе көтерді. Сол бірақ қарап отырсаңыз, Жұбанов Әділдің өзіне қарсы жаңа ақпараттық соғыс басталып кетті. Енді менің естуім бойынша Әділ елдегі адал кәсіпкерлердің біреуі. Ешқандай ешкімнің көмегінсіз өзінің кәсібін өзі істеп өңірге көп үлес қосып отырған. Осы пандемия кезінде, тасқын су кезінде сол Әділдей көмектескен азамат жоқ шығар. Бірақ соны байбалам салып Әділді жамандап атқандар бар. Байбалам салып. Ол мысалы сол өңірде
мысалы адал кәсіпкер атқарған жұмысының бәрі жақсы болатын болса, неғып бұл тендерларды алмасқа, неге істемеске? Мысалы деймін де. Сондықтан дұрыс, елдің көзін ашып білегеніңіз. Серік Сәрсенұлы, жарайды. Біз келесі тақырып, мынау сіз осы сессия басталғаннан бері Атыраудағы Атырау-Астрахан жолын мәселесін қаузап келе жатырсыз, иә? Енді шынын айтқанда жердің астынан алтын шығып жатқан мекен ғой. Алтын шығып жатқан. Біздің жаңағы бұрынғы президентіміз айтпақшы, біз Дубайда өмір сүреміз деп, Дубай еліндей боламыз деген, Атырау облысы елімізді асырап отырған облыстардың біреу деп айтуға болады. Осы жолды сіз жол мәселесін көтеріп келе жатсыз. Осы соңғы мына сессияны жабар кездегі пленарлық отырыста тағы да осы жол инфраструктурасы, нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының нәтижесі туралы көтерді. Сол туралы айтып берсеңіз. Неге көңіліңіз толмай жатыр? Елде не деп жатыр? Бұл жолды көріп қайттыңыз ба өзіңіз? Ол тек сол жол емес. Негізінде мен өз қарабастым автокөлікпен серуен дегенді жақсы көремін. Серуен деген емес, қозғалғанды. Мысалға, мен осы депутат болғалы осы Атырауға көп барып қойдым машинамен. Автокөлікпен өзім жүрдім. Осы мына Алакөл жаққа барып қойдым, Шығыс Қазақстанның өзінің ішінде жүріп саяхаттағанды жақсы көремін. Біріншіден елмен танысасың, екіншіден елдегі ахуалдарды, қандай проблемалар көресің. Соның ішіндегі ең үлкен проблемалардың біреуі, шешуге болатын проблемалардың біреуі, ол жол бойындағы инфраструктура. Жол бойында инфраструктура деген тіпті біздер, мен өз қарабасын білетін болғасын дайындалып шығамын. Мысалға, мен Астанадан шықтым ба, Қостанайға барғанға дейін қай жерде қандай жақсы демалатын орындар бар, қай жерге тұрып тамақ жеу, соны білемін. Білмейтін адам келетін болса, біздер жаңағы туризмді дамытамыз деп айтамыз ғой. Туризмді қалай дамытамыз? Бізде самолеттің бағасы өте қымбат, біріншіден, екіншіден ұшақтың, екіншіден билет таппайсың. Керек уақытында, керек бағытта билет табу өте қиын. Пойызбен жүретін болсаң, тап осындай проблема пойызда да бар. Билет таппайсың уақытында, керек бағытында таба алмайсың. Сосын кейбір жерлерге, кейбір нелерде тіпті билет жоқ, темір жолда жоқ аумақтар бар. Енді автокөлікпен жүру қалды. Автокөлікпен жүретін болсаң, біріншіден, енді біздің территориямыз үлкен ғой, дүние жүзінде жер шарындағы 9-шы территория бізде болған. Оның қиындықтары да бар болар, бірақ та салған жолдардың өздерінің біріншіден сапасы өте төмен, екіншіден мына инфрақұрылымдар бар ғой. Оны мен ойлаймын да, сол инфрақұрылымдарды шешу үшін өте көп шығын да керек жоқ деп ойлаймын. Екіншіден жасауға болатын қолымыздан келіп тұрған. Неге десеңіз, жаңағы тек талабын қойып, сол жердегі кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп, тіпті кедергі келтірмесе өздерде дамып отырған жерлер бар. Сондықтан тіпті мына айтып тұрмын ғой, соның бойында ғана әжетханалар, тамақтанатын жерлер, банағы қонатын, манағы хостел дейміз ба, придорожный гостиница деп айтамыз, қалай айтсақ та, бірақ бүгінгі күні сын көтермейді. Сын көтермейді. Жолды кейбір жерлерде жақсы жолдарымыз бар. Тіпті қазір, мен қазір айттым ба, автокөлікпен жүремін деп, кейбір жерлерде нелер санитарлық комнаттары бар, мына біздің туалет деп айтамыз, әжетхана деп айтамыз, қол жуатын жерлер. Бірақ стандартқа сай салып қойғандар да бар, бірақ жабықтыр. Білмеймін ол қалай екен. Мысалға сіздерге айтайын, мен Атырау өңірінің азаматымын, сол жақта ТШО дейтін компания бар, білесіз ғой да? Теңіз Шеврол дейтін компания бар. Сол өздерінің адамдарын Атыраудан Теңізге дейін 300 шақырым, 320 мекен, соған автобуспен әкеледі. Автобуспен әкелгенде жолда инфраструктура жоқ қой. Олар өздерінің демалатын жері сол жерге бағанағыдай өздерінің үкіметпен жергілікті атқарушы билікпен келісіп, жер телімін алып, бағанағыдай не қойған, кемпинг сияқты өздері жасаған. Өздерінің жеке? Өздерінің жекесі. Кәдімгідей бағанағы тұратын тұрағы бар, бағанағы несі бар, контейнермен жасаған. Мына жақтан автобуспен 50 адам шыққан кезде жаңағы не шығады, мынаның қарайтын адамы. Жақын жерде тұрады, сол шығып, суын қыздырып, жылытып, ішін жылытып, салқын уақыт болатын болса. Мұлар келгенше ол бәрі дайын тұрады. Мұлар келіп тоқтайды, қолдарын жуады, тамақтанады, шайын ішеді, сосын қозғалып кетеді. Мына қалған адам, мұны қарайтын, артынан тазалап, суып, вакуум шақыртып, тұрмыстық қалдықтарын алатын
оларға тапсырады, қалғанын былай тапсырады да, сол кетіп қалады. Вот сондай, олар біздің инфраструктураға өздерінің, тек өзінің автобус үшін солай жасайды да. Сол сияқты, былай енді қарапайым өзіміздің еліміз үшін ыңғайсыз енді, ыңғайсыз. Туризмді дамытатын болсақ, тағы да бір, білмеймін, адамдарға, өзіміздің адамдарымызды сыйлауымыз керек болатын болса, өзіміздің адамдарға жағдай жасау керек болатын болса, сол инфраструктураны қарау керек деп ойлаймын. Ол бір. Екіншіден, қаралмай отырған жоқ деп, бұл жөнінде манағы атқарушы билік білмейді деп айтуға болмайды. Неге десеңіз, ол жөнінде программалар қабылданған. 2019 жылы 31 желтоқсанда манағы жол инфрақұрылымдарын дамыту жөнінде программа 2020-дан 25-ке дейін 5 жылға программа қабылданып, 6 триллион ақша бөлінген екен. Бірақ та не себептен екені белгісіз, кешегі сауалымда сол сұрақты қойдық. 2 жылдан кейін 2022 жылы 31 желтоқсанда қайтадан ол бағдарламаны тоқтатып, басқа бағдарлама құрған. 2030 жылға дейін даму бағдарламасының тұжырымдамасын қабылдаған. Енді ол жөнінде де беймәлім, ешқандай хабар да жоқ, ешқандай еш жерде жазылмағанда бәрі іздеп көрдік. Сондықтан сол депутаттық сауалды жасап, осы сұрақтарға жауап беріңіз деп айтты. Әдеттегідей басы бар, аяғы жоқ, не есек өледі, не бай өледі деген бағдарлама болып тұр ғой сонда бұл. Не арбасын ат деген. Не арбасын ат деген. 2030 жылға дейін кім бар, кім жоқ деген бағдарлама екен әлде аты бұл. Елді жаңа болашақпен алдақ қою бізде өзі біздің мемлекеттің, біздің үкіметтің бір жақсы әдісі. 2030-2050 болашақпен алдақ қою деген. Өз болашақпен алдап 2025-ке де жеттік негізі. Негізі біз қазір Дубай мемлекетіндегідей өмір сүруіміз керек болатын. Президенттің айтуы бойынша. Бірақ әлі өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой. Сонда бұл ешқандай халықтың алдында есеп бермейтін, ешкім сайламаған, көктен түскен министрлер мен көктен түскен біздің премьер-министрлердің арқасында емес болса? Арқасында деп айтқан дұрыс бола ма, әлде? Солардың кесірінен деп айтайық. Сөйтіп те айтуға болатын шығар мүмкін. Енді қазіргі уақытта біздер енді сіздің сөзіңіз аузыңызда. Мысалы, президент бізге қандай үміт берді? Президент бізге айтты, жеңген партия, басқа жеңілген, бірақ мәжіліске өткен партиялардың өкілдері атқарушы билікке, жаңа үкіметті құрауға қатысады деді ғой. Солай айтты. Енді мына жалпы осы бүгінгі біздің үкіметіміз, бүгінгі мына берекесіз бағдарламалар, осының барлығына мына билік партиясы, осы аманат партиясы кінәлі деп ойламайсыз ба? Саяси бұлардың жауапкершілігі жоқ па? Өйткені осы бүгінгі премьер-министрден бастап, бүгінгі үкіметті құрап отырған солар ғой. Ішінде бірде-бір Ақжолдың министрі жоқ. Ақжолдың министрі болса мен айтар едім, міне біздің министр осымен қолынан келмеді, біз ол министрді қайтарып алдық деп, мысалы. Осы жалпы президенттің айтқан осы жаңашылдығы, үндеуі қашан іске асады осы? Берік Сәрменұлы, мен былай айтқым келеді. Бұл жерде бір министрден, мысалға болмаса бір әкімнен, болмаса бір ана партиядан деп бүгінгі күні айтуға білмеймін, ол келе ма, келіспей ма, сол бір манағы айтып отырған бір министрді қоятын болса, ол бұл жүйеден бөлек бір шауып жұмыс жасап кетеді деп мен сенбеймін. Енді мына кез келген премьер-министрдің, кез келген үкіметтің сайланған, егер сайланатын болса, олардың халықтың алдында Ақжол партиясы өзінің саяси экономикалық бағдарламасынан басқа іс-қимыл саяси бағдарламасы болу керек деп біз ұсындық қой. Өйткені бүгінгі келіп жатқан министрлер, бүгінгі әкімдер, бұлар сайда саны жоқ, құмда ізі жоқ. Министр әкім болып келеді, 1,5 жыл жұмыс істейді, 1,5 жылдан кейін алып тастайды. Ол жақсы жұмыс істеді ме? Болмаса жаман жұмыс істеді ме? Неге алып тастады? Жақсы болса неге жұмыс істей бермейді деген сұрақтар көпшіліктің көкейінде тұр бүгін. Неге алып тастады? Қандай себеппен?
бір осы әкімдерді қоюдың бір өзінің логикасы бар ма жоқ па? Мысалы бүгін жақсы жұмыс істеп жатқан әкімдер бар. Мысалы Қызылорда облысында мен өз көзіммен көріп келдім. Менің ол жақынымда, туысымда бір болмаса бір танитын адамым емес. Бірақ Қызылордаға барсаңыз көз қуанады. Көшедегі кіріп келгеннен, аэропорттан түскеннен көрінеді Қызылорданың бүгін жұмыс жасалып жатқан. Ал енді аты жөні жоқ. Бұрын әкімдердің аты жөнін білушек. Мына елдің аузында жүруші еді. Бүгін әкімнің аты жөнінде жоқ. Ешкім танымайды оларды, не істеп жатқандарын. Не бір елге келіп, мысалы, жаңадан келген әкімдер өзінің бір бағдарламасын қабылдап, мен осындай жылдың ішінде осындай қызмет атқарам, осы облысты осындай деңгейге көтеремін деген бір жариялап, осындай бір үндеу жасаушы еді. Ол да жоқ. Сонда бүгінгі жалпы көңіліңіз тола ма біздің әкімдер? Көңіл толмайды. Берсем жаны, біздер мына енді қазір мына партиядан сайландық қой. Партияның біздің бағдарламаның ішінде бар ғой. Мана ұтқан партия айтып тұрсың өзіңіз. Сайлауда ұтқан партия үкіметті жасақтайды. Сосын ол сол үкіметтің жұмысына жауап беру керек деп айттыңыз, иә. Біздің партияда, біздің программамызда бар тағы бір нәрсе, біздің тағы сұрап жүргеніміз, айтып жүргеніміз, талап етіп жүргеніміз, қолымыздан аз болғандықтан айтамын жүрмін. Әрбір үкімет өзіне алдына бағдарлама құру керек. Мысалға әкім деп айтты ғой, әкім. Мына министр ма, министр. Өзінің алдында бағдарлама құрып, мен осындай уақытта мынандай жұмыс жасаймын. Осындай уақытта мынандай жұмыс жасаймын. Оған жауапты мынандай адам, мынандай өзінің мерзімімен көрсетіп қойып, сол мерзімдерді жасайтын болса, жұмыстарды. Сонда дұрыс болар еді. Ал қазіргі уақытта жаңа өзіңіз айтып кеткендей, бір әкімді қояды келіп, тағайындап ол мәслихаттың алдынан өткізеді деген сияқты екі әкімді алып келеді. Біреуі қайсы өтіп тұрғаны өтетіні көрініп тұрады, негесең басым немен келіп тұрады, мынадай аргументтермен біреу. Екінші жай қарапайым адам болады, мәслихаттың депутаттары осы кісіні өткізеді. Басқа не жоқ қой енді. Альтернатива жоқ қой. Екі адамды алып келеді, мына кісіні өткізіп қояды. Ол кісіде жаңа өзіңіз айтқандай бағдарламада жоқ, бағды да жоқ, кім екенін де білмейміз. Не қай жақты, қай бір банағыдай осал жақтарға бет бұратынын да білмейміз. Ол кісі жүреді банағы әкім. Мына жерге біреу келіп, мына жақта айқайлайды, мына жақта бір халық көтереді, сол шаруамен жүреді. Мына жақта бір блогерлер өтеді, соның шаруамен жүреді. Мына жақта бір депутаттар бірнеме өткір айтып жатса, мүмкін соны қарайды ма? Сөйтіп жүреді да, оны банағы өзіңіз айтқандай ауыстырып тастайды. Егер де бізде үкіметте осы жүйеде сондай әрбір неге манағы құзырлы органға, әрбір құзырлы адамдарға тақта отырған адамдар өтейікші. Соларға осындай программа болу керек деп айтатын болса, мысалға бір әкім, сіз әкім болдыңыз ба, өзіңіз бағдарламаңыз құрып, мына Шығыс Қазақстан сіз әкімсіз, сіз келіп манағы анализ жасайсыз, Марат сосын барып, сол анализ жөнінде бойынша манағы өзіңіздің бағдарламаңыз құрасыз. Осын жасауым керек, мен бірінші осын жасауым керек, бағдарлама құрдым. Ол бағдарлама бойынша жұмыс жасап келеді. Сізді енді бір басқа жаққа жоғарғы премьер-министрдің орынбасары болып тағы бір жоғары кездесі бар. Келесі келген адам сіздің бағдарламаңызды алып, жалғастыру керек. Дұрыс. Мына жерде мынаны тұра тұрсақ қайтерді, мынаны былай істейік деп, сол бағдарламамен ары қарай преемством деп айтады ғой. Сөйтіп жұмыс жасайтын болса, мен білмеймін енді. Дұрыс болады деп ойлаймын менің ойым. Мысалы, Абай облысының жалпы облыс болуына да Ақжол партиясы өзінің үлесін қосқан. Алаштың астанасы дейміз Абай, Семейді. Абай облысына Берік Уәли әкім болып кеткен кезде орталықта жұмыс істеген, президенттің қасында жұмыс істеген, жас болса да көргендігі бар, сол елдің азаматы деп көпшілік қуанған едік. Абай облысына әкім болып кеткен. Енді не болса да қасына қолынан іс келетін азаматтарды жинап, Абай облысын көркейтетін шығар деп. Бірақ кеше бір ақпарат шықты. Абай облысындағы әкімшіліктің жиһазын ауыстыруға $500 миллиард теңге жұмсалғалы жатыр екен деп. Сонда мына түтін басып жатқан Абай, Семей түтін басып жатқан. Білесіз ғой, Семейде өзінің жаңағы жылу проблема Семейдің бір өзінде Семейге қыстың күні барсаңыз түтіндеп тұрған качегаркадан көз ашпайсыз. Қары осы Теміртаудың қарынан кем емес, жаңағы қар жауған күн таңертең қара қар болып тұрады. Сонда ол жерде жиһаз ауыстырудан басқа жұмыс жоқ па? Сонда қалай болды бұл? Мен
қазіргі әкімдердің жұмыстары жаңа айтқандай. Орыста бір сөз бар ғой, хороший парень не профессия дейтін. Бұл жақсы жігіт болар уәли. Ол дейтін профессионал емес болар мүмкін. Тіпті банағы әкімдіктің несіне бара ма жоқ қой. Мүмкін оны министр болып қою керек шығар. Сол жерде көбірек жасайтын болады. Енді мына өңірді аралап жүрген кезде бір ауданның айтайын банағы ақшаларын қалай жұмсайтын. Бір ауданда 400 миллион теңге игерілмей қалған екен. Қаңтарда барғанда. Неге игерілмейді? Қарайшы қандай статьядан дегенде 2 автокөлік алынбаған екен. Пожарный автокөлік, вышка, АГП, сосын мектептің жиһаздары алынбай. Ол енді сол үшін игерілмеген ақша ауданда. Ол ақша кетіп қалды, келесі жыл ол ақшаны бермейді айтады. Вот мен айтып отырған мына өзіңіз айтқандай мына қойып отырған тағайындаған әкімдеріміз, мына жасайтын адамдарымыз өздерінің жұмыстарын дұрыс атқармайды деп ойлаймын. Енді осы аймақтарға шыққан кезде Серік Сәрсенұлы, мынау соңғы өзгерістерге байланысты аудан әкімдерінің, сайланған әкімдердің жұмысына назар салуыңызды өтінемін сізден. Бұлар сайлаумен кейбір жерлерде облыстық билікпенен тіптен жаңағы оппозицияға шығып жеңіп алған азаматтар бар. Ауыл әкімдері, аудан әкімдері, қандай өзгеріс бар екен, оң өзгеріс бар. Олардың бюджеті өздеріне жетіп жатыр ма? Олар облыстық әкімден қысым көріп жатқан жоқ па? Қайтсе де өзіне бағындырудың амалын тауып жатқан жоқ па облыс әкімдері? Болмаса мына жергілікті маслихат бұл деген халықтың қорғаны болатын азаматтар ғой. Бұл әкімнің қол баласы емес, халықтың қорғаны болатын азаматтар. Сол азаматтармен де кездесіп, қазіргі ахуал қандай, атын өзгерткенмен тағы да сол әкімдердің қол балалары болып сайланған депутаттар отыр ма, болмаса жоқ па, соған назар аударуыңызды өтінемін сізде, Серік Сәрсенұлы. Рахмет. Енді өзіңіз білетіндей, маслихат жөнінде айтып кеттіңіз ғой, осы 24 жылдың желтоқсан айында біз Ақ Жол партиясы маслихаттардың уәкілеттілігін кеңейту жөнінде депутаттық сауал жасаған болатынбыз. Мен айттым, оқыдым, былай фракциямен бірге келісіп өзіңіз барсыз, қабылдадық қой. Сол кезден кейін маслихаттарға барып көрген кезде әлі қолбала болып жүрген депутаттар, маслихаттар бар деп айтуға болды. Егер бір өкінішке орай облыс әкімнің құлағына жағымсыз шындықты айтатын болса, ол маслихаттың депутаттары қуғынға ұшырайды әлі күнге дейін. Кешегі Әділ Жұбановтың кебісін кетті. Кешегі Әділ Жұбанов мәжілісте отырған азаматтың өзіне осындай қуғын көрсетіп жатқанда аудан маслихаты болмаса жаңағы қаланың маслихатының азаматтары не тұрады дейсіз ғой, иә? Мысалға банағы Әділ Жұбанов жайлы әңгіме айтып кетті ғой, бір депутат деп айтайық, иә? Сол депутат мен 2003 жылы Атырау қалалық маслихатында депутат болғанда екеуміз бірге болғанбыз. Ол жігіт, ол азамат шынымен де жұмыскер азамат. Өзінің жаңағы айтып отырған Батыс Альянс стройма бір компаниясы, ол да өте жақсы жұмыс жасайды. Мен ойлаймын, тіпті қазір тексеріс жүргізіп жатыр деп банағыдай бір әңгімелер болады. Тексеріс жүргізсе де, ол кісіден ештеңе ол жақтан табылмайды деп ойлаймын мен. Неге екен, ол менің ағайыным емес, ешкім емес, ауылдас азамат қой, осы танитын әріптес. Енді тендерді ұтып алады дейді. Ол өңірде мен білем ғой. Дұрыс жұмыс жасайтын адамда компанияда жоқ. Ол тек қана ол Атырау облысында емес, өзіңіз көрдіңіз, мен айналамыздың осы жерде де дұрыс жұмыс жасайтын компанияларымыз да аз қазір бізде, Қазақстан бойынша. Сондықтан бір жақсы жұмыс жасайтын ұжым дейтін болсақ, сол компания жұмыс жасайды. Сосын жаңағы өткір сөздерді айтатын сол азамат айтып жүр қазір бұлар. Оны қосылып біздерде мен енді Серік Сәрсенұлы, мына мәжіліс пенен Ақорданың ортасындағы үлкен алаң бар ғой. Үлкен алаң бар, иә? Ол күнде мына мәжілістің терезесінен өздеріңіз күнде көріп жүрсіздер. Бұл алаңның құрылысы, реставрация басталғалы 3 ай болды. Осы алақандай алаңды 3 ай болды істеп жатқандарына. Бұл өзі біздің жалпы бүгінгі экономикалық жағдайымыздың өзі бір айнасы емес болса, мына президент отыр. Үкімет отыр оң жағында. Сол жағында парламент отыр, сенат екеуі. Бәрінің терезесінен көрініп тұр. Министрліктің үйі отыр. Бүкіл өкілетті органдардың барлығы таңертең соған көздері түседі. Соның барлығы міне бүгін 3 айға кетті. Мен бір жұмыс істеп жатқан кісі көрген жоқ. Бұл бүгін болып жатқан біздегі экономикалық жағдайдың бүгін айнасы деп санаймын. Дұрыс айтасыз. Осы
Менде айтқым келген сол, жаңағы біздің тек манағы мен айтып отырған компания емес, бүкіл Қазақстан бойынша да бізде кәдімгідей бір жақсы жұмыс жасайтын компаниялар азын көрсетеді жаңағы біздің алаңдағы. Кеше ғана Ақжол партиясының алаңында осында мынау мемлекеттік сатып алуға байланысты үлкен жиын өтті. Кәсіпкерлердің үндеуімен, кәсіпкерлердің қатысуымен, өкілетті органдардың қатысуымен үлкен жиын өтті. Бұл жердегі негізгі мәселе қаржы министрлігінің жаңа өзгерістері. Ол қандай өзгеріс? Бұл енді мекемелердің, кәсіпорындардың, кәсіпкерлердің жеке құрылыстағы тарихы болашақта тендерге қатысуға кедергі болады. Есептелмейді деген. Есептегісі келмей отыр. Мысалы, сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, сіздің тарихыңыз, мысалы, 10 жыл сіз құрылыспен айналысып келе жатсыз, категорияңыз сәйкесінше бар. 10 жылдың ішінде сіз 5 мемлекеттік мекеме салдыңыз, 15 жеке тапсырыспен салдыңыз. Ол жеке тапсырыс деген жеке біреудің үйін салу емес. Әрбірден кейін, мысалы, Астанадағы үлкен сауда үйі, мега жаңағы керуеннің өзі бұл жеке тапсырыс, бұл үлкен құрылыс. Сонда осы жеке тапсырыспен атқарылған жұмыстары енді мына мемлекеттік сатып алуға келген кезде бұл оған тәжірибе ретінде есептелмейді. Осыған қалай қарайсыз? Енді ол сол площадкада менде болған. Енді қандай жасаса да, мысалы манағы бәйтеректі айтайық. Бәйтерек ба, манағы Қаншатыр. Ол Қаншатыр дейтін салған мекеме. Сонда ол жаңағы үлкен жұмыс атқарды деп саналмаймыз сонда ол. Сонда мен ойлаймын, оның бәрін санау керек. Тіпті ондай үлкен глобальный болмаса да, егер де ол жеке меншік жаңағы компанияларға тіпті коттеджін салып берсін біреудің. Бәрін технологиямен салынған болатын болса, ол тәжірибе ғой. Ол тәжірибе деп қабылдану керек деп ойлаймын. Бұл жеке кәсіпкерлердің құқықтарын шектеп, жалпы осы құрылыс нарығынан, мемлекеттік сатып алу нарығынан соларды ығыстырып шығаруға арналған құйтырқы дүние емес болса? Сол деп ойлаймын, мен де сөйтіп ойлаймын. Фракциядан бердік қой. Фракциядан бердік осы кәсіпкерлердің осы мәселесі бойынша. Кеше азаматтар қатысты. Жақсы, Серік Сәрсенұлы, енді сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Жаздың күні мынау жалпы осы жазғы демалысыңызда сіз қайда барайын деп отырсыз? Дүние жүзінде 250 бар ма? Біздің Қазақстанда 200 аудан бар екен. 200 ауданның бірталай жерін аралағым келеді. Болмаса 3 аудан, 4 аудан, 5 ауданға барғым келеді. Мана автокөлікпен. Бір жағынан өзім елмен танысам, екіншіден жаңағы елде болатын ахуалдарды біле жүрем. Жақсы, рахмет. Серік Сәрсенұлы, Ақжол сізге жақсы демалыс болсын. Елдерден ұмытпаңыздар. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Енді не істейміз?